Ömür türlü кейде сынақтармен шаршатса, жолында кедергі қаптаса, тек уайымға салма, шешімдері табылмай жатса да, жүректі тыңдап басын қатса. Шектелме, алдамшы бір сәттерге, сеніп шықшы көңіл күйді көтерде. Шектелме, қорқыныш жол бетперде, өте шығар қорықпашы бекерге. Шектелме, қорқыныш жол бетперде, өте шығар қорықпашы бекерге. Уайымдама төсе бір сынға. Бұл әлем қайда сұлу келбетің, көз жанарымнан сен кеттің, сен кеттің, сен кеттің. Сондай әдемі келбетің, жоғалтып адасып сен кеттің, сен кеттің, сен кеттің. Келдің бе? Иә, шақырғандарың рахмет. О не деген, әрине біз сені шақырамыз. Сен біздің қатарымыздасың. Иә. Кел отыр. Рахмет. О, рахмет. Сәлем. Айтпақшы, қазір бізде байқау өтеді. Кеттік, сен бірінші өлең айтсай? Жоқ, маған көйлекпен ыңғайсыз болады ғой. Рауза, сен өзіңнің сүйікті өлеңді айтсаң болады. Жоқ, мен айтпаймын. Рауза, айтасың. Рауза, 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 Айым, сен сонда қатыгез адамсың. Ой, мейірімділігін қарашы. Бұл жай ғана әзіл. Енді бәрін қосып жыласаңдаршы. Рауза.
Түсіндір, сен көмектесіп жүр. Төменге алып түсіп, мына нелердің үстіне қоя беріңдер, е? Жарай ма? О, қыздар, келдіңдер ме? Рауза қайда? Ол келмеді. Келмеген қалай? Мүмкін ауырып қалған шығар. Олсыз бастай алмаймыз ба? Ауырып қалған? Ағай, Раузаның сабаққа келмеген себебі Айым оны ренжітті. Сол себепті ол сабаққа келмеді. Айым, бұл рас па? Жоқ, әрине. Айым, Раузаны ертіп келмейтін болсаң, бұл байқауға біреуің де қатыспайсыңдар. Не? Бұл әділсіз ғой? Әділ. Сендер бір топсыңдар. Және бұл байқауға тек бір топ болып қана қатыса аласыңдар. Түсінікті ме? Раузаны тезірек табыңдар. Қазір байқау басталады. Так, жаңа ақшарларды қайда қойдыңдар? Ей, сен... Істеген ісің үшін оған хабарласып кешірім сұра. Бұл жай ғана әзіл болған. Жай ғана әзіл дейсің бе? Сен істеген ісің сұмдық. Білесің бе? Қаратан қарап адамды қалай жамандайсың? Мен құбыжық емеспін, түсіндің бе? Тағы да бастадың ба ескі әдетіңді? А? Әй, неге төрт? Неге бес емес? Сен мен ұятқа қалдыра көрме? Сен неге әнді дұрыс айта алмайсың, а? Әй, мен айтамын ғой саған үнемі бірінші болу керек деп. Айым, егер байқаудан бірінші орын әкелмейтін болсаң, үйге келмей-ақ қой. Түсіндің ба? Тоқта, сен бұны байқауда жеңу үшін істедің бе? Айнашым, мен келдім. Сен не кешіктің? Мен сабақта болдым. Мен сенің мейрамханада не бүлдіргеніңді естідім. Анашым, мен... Не сен? Сен не деген зұлым тәрбиесіз қыз болып барасың? Бірақ ол соған лайықты. Сенің басыңа су құйды ма? Жоқ. Әлде сыныптастарың алдында масқараңды шығарды ма? Жоқ. Енді не үшін? Не болды? Ол жай ғана маған ұнамайды. Енді саған ұнамайды екен деп адамдарды кемсіте бересің ба? Бұл дұрыс емес. Мен сені солай тәрбиеледім ба? Қалай тәрбиеледіңіз? Сіз маған барлығынан үздік бол деп айтқансыз. Мен солай жасадым. Сіз маған өзіңнің жетістігің үшін барлығына дайын бол дегенсіз. Мен дәл солай жасадым. Енді келіп маған бұл менің тәрбием емес дейсіз бе? Мен сіздің тәрбиеңізден ешқайда асып түскен жоқпын. Осы жеткен жетістігінің барлығы сіздің арқаңыз, сіздің тәрбиеңіз. Неге келдің? Сен хәліңді білен дегенін. Сен маған қанша рет айтсаң да, мен сені тыңдамадым. Енді бәрі мектепте мазақтайды, иә? Жоқ, сен туралы мектепте ешкім айтып жүрген жоқ. Бірақ саған мектепке оралу керек. Байқау жақындап қалды ғой. Мен қатыспаймын. Басқа адам тауып алыңдар. Рауза, бір күн қалғанда біз қалай дайындалып үлгереміз? Мен Айымды көргім келмейді. Сонда Айым үшін қанша дайындалған жеңісіңді бас тартуға дайынсың ба? Жұлдыз, саған қанша рет айтуға болады? Қатыспаймын дедім ғой. Баршы үйіне. Қызым, кешірші мен бұлай болғанын қалаған жоқпын. Мен өз қызымның бақыты деп өзгелерге кесірімді тигізем деп ойламаппын. Кешірші мен. Анашым, сіз де мені кешіріңіз. Сіз өзіңіздің отбасыңыз жақсы болсын деп жасадыңыз осының бәрін. Мен саған аналық ақылым. Ертең Раузамен барып достас. Жарайды, кешіріңіз анашым. Бірақ бұл жолы бәрі шынайы болсын. Ертең барып Раузамен достасамын. Ақылды қызым мен, қызым мен. Ассалаумалейкум. Кімсің? Кім керек? Раузаға келіп едім. Кім боласың? Сыныптасым, Әмір. Сыныптасың, жасың нешеде? 15-те. Жамбу, кім келіп тұрған? Әмір деген бала келіп тұр Раузаға. Ей, ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум. Не алышсың біздің жақта? Раузаға келіп едім. Атың кім? Әмір.
Білем әмір екен. Қазір ғана Жамбу айтты ғой, не мен керең деп тұрсын ба не? Жоқ. Жасың нешеде? Айттым 15-те деп. Түріңе қарасаң одан үлкен сияқтысың. Мен қарындасым қорғай аласың ба? Иә. Екі бала шықса қашып кететін адам сияқтысың ба? Рауза қазір мазасызданып жатыр. Шықпайды ешқайда. Аға, кім келіп тұрған? Әлшер деген бала. Әмір мен атым. Білемін. Рауза, Сен мұнда не істеп жүрсің? екеумізге сөйлесу керек. Рауза, сен байқауға қатысуың керек. Жоқ, Әмір. Мен қатыса алмаймын. Неге қатыса алмайсың? Мына екі ағаларың жібермейді ма? Жоқ, мен өзім шешім сондай. Рауза, мен сенің талантыңның бойында тыншып тұрғанын қаламаймын. Сен жұлдыз болуға лайықтысың. Неге десең, мен сені сырттай бақылап жүрдім. Сен әнді өте керемет айтасың. Рауза, Әлшер дұрыс айтады. Сен байқауға қатысуың керек. Әмір мен атым. Білеме әмір екен. Рауза, қарындасым. Мына бала дұрыс айтады. Сен допты себетке дұрыс лақтырмай жатырсың. Үйретейін бе? Жоқ. Олжас, дос болайықшы. Тағы не керек саған? Мен сенімен дос болғым келеді. Бабалар салған іздермен күресіп ұлы дала жерін сақтап біздерге қиын кездерде елімде жерімде азат әлемнің 8-ші кереметі ең ғажап еркін ел қазақ байтақ жерім асу белім қазақ елім менің атам екенім сұлу ғажап екенім барға мақтан етемін азат елім менің атам екенім қазағым қазағым Бағдәулет! Қалайсың? Қалайсың? Бағдәулет, мен мектеп президенті болғым келіп, жақын достарым туралы ұмытып кеттім. Тіпті олардан айырыла жаздадым. Мен енді түсіндім. Атақ, дүние, ол маңызды емес. Жанындағы жандар мен достар маңызды. Және олардың қуанғаны. Мен сенің қуанғаныңды қалаймын. Бұл саған бізден жанаяқ киім. Рахмет сендерге. Ашсай. Рауза! Тоқташ! Жарайсың, бүгін күшті өнер көрсеттің. Керемет, құттықтаймын. Рахмет. Бүгін кешке боссың ба?
Жай ма? Кешке серуендеп қайтсақ қалай қарайсың? Немесе киноға, мүмкін мейрамханаға отырып қайтсақ? Мен әлде ойланып көремін. Осы уақыт аралықта көп дүниені түсіндім. Кейде адамдарға достық, махаббат қажет болады екен. Айналаңдағы адамдарға мейірім шашып өзгерте аласың. Қазір менің достарым көп, және оларды бағалаймын. Мен өз ортасын, достарын және айналасын жақсы көретін Темірланмын. Өздеріңіз көріп отқандай, менің және достарымның шытырманға толы оқиғасы аяқталды. Бірақ біз қоштаспаймыз. Әлі тағы да көрісерміз. Сау болыңдар.